Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз баклажаннан өте дәмді салат жасаймыз. Менің видеомды соңына дейін көруге кеңес беремін. Бізге қажетті заттар: баклажан, қызанақ, сарымсақ, жұмыртқа, тұз, пияз, майонез, су және сұйық май. Ең алдымен баклажандарымызды турап, үстіне тұзымызды саламыз. 2 кесе суымызды құямыз да бетін тарелкамен жауып, оны үстінен ауыр затты қойып, 10-20 минутқа қойып қоямыз. Оған дейін біз қызанағымызды, пиязымызды, сарымсағымызды ірі-ірі қылып турап аламыз. Мен осылай турап шықтым барлығын. Енді бөлек ыдысқа жұмыртқамызды жарып, оған тұзымызды салып араластырып қоямыз. Табамыздың түбін жауып тұратындай сұйық май құямыз. Ол қызғанша баклажанымызды суынан ажыратып, бір ыдысқа салып аламыз. Енді осы баклажандарымызды алып, жұмыртқаға батырып, қызып тұрған майға 2 жағын қызғанша қуырып аламыз. Біздің баклажандарымыз осындай қып-қызыл әдемі болып қуырылып шығады. Енді осы баклажандарымызды бөлек ыдысқа салып, оларды 2-ге бөліп немесе 4-ге бөліп, жаңа бірінші ыдысымызға саламыз. Мен 2-ге бөліп турадым. Енді үстінен тұзымызды саламыз, майонезімізді салып, араластырып, тарелкаға салып, дастарханға қоя беруімізге болады. Менің осы жасаған салатым сіздерге ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сау болыңыздар.